Азеке. Актерлар шақырып отыр. Жігіттер шақырып жатыр. Че там? Азеке. 13 қарашадан бастап Қазақстан барлық кинотеатрына Алло фильмі дейтін тығып жіберейік та кино. Сценарий екен ба? Иә, басқа. Кино қайда? Андай реклама қылып жүрмекші, андай бар ғой. Жоқ, біреу ойнап жатқанда айтып жүрсе болмай ма? Қалай оны үйлестіресің сценарий? Bir продукт, бір зат болса екен түсіне. Андай шок донер деген сияқты бірдеңе айтып жүруге келетін нәрсе болса болады. Қашан ол? 13 қарашадан бастап. Бар ғой оған шейін. Или бүйтейік, Ғазиз, давай. Ең соңына трейлер тығып жібереміз болды. Азеке, Трейлерді кім қарайды ол? Азеке. Мен текстін қарашы. Все, актер готовы. Да, кім телефоны? Так, дайынбыз ба? Телефон көрінбейді ол кадрда, да? Выборка убираем. Быстро. Алып кетші, кім телефонын алшы. Мека. Ана выборка салсал. Дайынбыз ба, актерлар? Приготовились. Интро 3, дубль 2 и... Қымбат достар, 13 қарашадан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында Алло фильмі. Иә, үлкен кішілерің бәрін қалмай келіңдер. Менің сөзімді жерге тастамайтын болыңдар. Обязательно. Всех ждем. Ё-моё, Ғазиз, ақыр істедің бе өзіңдікін? Нормально ғой, братан, нормально емес. Әдемі. Дачный ғой. Уақыт алмайға, бастығы. Давай, кеттік. ерекше балаға Ау досым, неге жинадың бәрімізді? Сол барлықтарын жинап едім, бәрін телефонға кіріп кеттіңдер ғой. Сосын мен жаңа группаға жатқанмын, шықсаңдаршы, маңызды әңгіме етейін тұрсың. Авиарежимге қойыңдаршы, кәдімгі біреу звондап жатыр, үйден звондап жатыр деп кәдімгі шырқын ұзасыңдар отырсың. Жоқ, авиарежимге қоймай-ақ қояйық, кәдімгі әйеліміз звондау керек. Басталды ғой, әйелің қорқатындардың әңгімесі. Жоқ, неге қорқу? Сыйластықта ғой просто. Уважает, значит, боится дейсің ғой. Басталды уже арамызда. Геройлар, телефондарыңды қойыңдар, егер қатындарынан қорқпайтын болсаңдар, өшіріңдер телефондарын ортаға қойыңдар, болды. Жоқ, өшірмей-ақ қояйықшы. Неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой, енді бала болып қалуы мүмкін, звондаса енді қажет қой дейтін. Бар, кетші баршы, үйің баршы бар. Баланы қара, еміз соны бар ғой. Жақсы, былай жасайық, Азамат, сен өшірмей-ақ қой, қалғанымыз өшірейік. Бірақ саған әйелің звондап жатса, громкиймен сөйлесесің, бола ма? О, давай. Видеоға түсіріп алайықшы. Жоқ, давай енді әділ болсын. Ешкім өшірмейді, кімге звондайды, громкиймен тыңдаймыз, давай? Ну, сомневается вообще. Не? Келісем, міне. Делайте ставки, господа. Мен сендерге конкретно айтайын, мен әйелім маған звондамайды. Мен саған конкретно айтайын, сенің әйелің ешқашан чехолға звондамайды телефонның, өзіне звондайды. Прикол ғой, прикол жігіттер, түсінбейсіңдер. Жасым болса 600 келді, әлі нефтиюн приколдар айтатын, не? Так, телефон шешілді, тамаққа заказ беріп жіберейік, Асақа. Официант шақырып жіберші. Болды ғой. Официант! Жабайы, дым көрмеген. Все-таки вип-де отыр қой, кішкене тұрған, кнопка алда басшы. Не білемей. Официант! Мынау камароқ. Енді бастыңма до конца заказ беріп жүрсе, сразу қазір ол официант келеді, заказын алады, қайттан барады, қайттан келіп жүрмейді, тіке айта сал сонда. Өздерің білесіз, айтайын деп отырған кезде қарқ ете түскен. Официант, бізге 2 чайник қара чай. Қазір кешамен Марат кіріп кетті, сіз алдандыңыз білмейінше. Прикол түсінбейсіңдер просто. Че там досым, айтшы, не жаңалық? Жақсы жаңалық бар сияқты, че бар ғой? Сәлеметсіздер ме? Не қалайсыздар, айта беріңіздер. Тас қалаймыз дейсің ғой. Жабайданбыз. Басып айтшы. Жігіттер, мына жердің фетучини өте дәмді. Маған бір паста беріп қойыңызшы. Паста жақсы ма? Маған да фетучини қоса қойыңызшы. 3 паста қарындас. Сізге ше? Оған да паста, бірақ зуный паста, щеткасымен бірге. Өзім мнением бар шығар, өзім айтам. Паста. Жақсы. Сіз не қалайсыз? Сіздерде утка шашлик бар ма? Иә, бар. Болды онда маған 2 баранина беріп қойыңыз. Маған 2 утка қоса қойыңызшы. Маған бір утка, бір баранина қойшы. Маған баранина, шампурын атмаш қарындас. Жарайды. Сізге де шашлык па? Жоқ, маған сорт беріңіз. Борщ беріңізші. Без майонеза, без лимона, без зелени. Может, без борща? Может, без прикола, дос? Без проблем. Маған да бір борщ жаза қойсыз ба? Борщ күйіп кетті. Бағанағы шашлык пастаны сызып тастай беріңіз. Қарындас, маған бір борщ қоса қойыңызшы. Так. Нема қарындас, сіздерде стейк қанша уақытта дайын болады? 20-30 минуттай. Борщ онда маған.
Сонда жаңағы паста, шашлык бәрін алып тастай берейін ба мен? сызып бәрін сызып қайта ақпараттан басып жүрсінші. Қарындас ма? Не істеп кеттіңдер? Шай беріп қойыңызшы әзірге, сосын ойланып алып дұрыстап айтсаңдаршы. солай сөйтейікші. Маған да бір шай. Ақша бар. Яй, общий шай әкеледі, общий чайникпен кәдімгі. Қарындас, бір чайник сүтпен, бір чайник сүтсіз шай әкпеш. Без сахара, Иә. без газы, без майонезі, без борща, Без шампур. без шампура. Қойыңдаршы. Че там досым, мен жаңалық бар. Жаңалық мынандай. Не істеп тұр ма? Біздің телефон номерін ешеді. Алло? Алло? Бүйтті достарым бет, сәл чуть-чуть. Комментарий жазып, колокольчик басып, подписаться қойсаңдаршы. Және 13 қарашадан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан біздің Алло дейтін фильм жүріп жатыр. Келсеңіздерші. Күтеміз. Жаңалық мынадай. Достарың үйленейін деп жатыр. Мен сен 35 жасқа келіп мұтып кеткен шығар деп ойлап едім, үйленбеймін. Есіңе түскені жақсы болды, досым құтты болсын. Жақсы болды. Қабадамыз. Білмейді шығар деп ойлап жүрмін да. Мен мұтып кеткен шығар деп ойлап жүрмін бұл уже. Жігіттер, сендерді жинаған себебім, сендердің тойларында жүріп бердім, жүгіріп бердім, жігіт жолдас болдым көбіне. Енді ешкім отрицать етпейтін шығар оны. Конечно. Мен маған көмектесетін кезектерің келіп тұр ғой. Досым, мен саған совет берейін. Сен үйленіп той жасамай-ақ қой. Лучше келіншегімен шетелге демалуға кетіп қал. Мен үйленгенде той жасадым ғой, кредитін әлі төлеп кеттім. Кетші әлі төлеп кетсің. Бітпейді анау бар ғой. Ема, базар жоқ. Досым, чисто өзіміздің арамызда қалады ғой. Между нами ғой, секрет қой. Досым, айтшы, неше баласы бар әйел алады? Қуасың ба сен? Енді сен жасыңа келгенде кім айтсаң? Хотя қай жылғы соны айтшы. 2007. Бірінші баласы ма? Өзі? 2007? Тапа, шалдың баласы қатты. Жігіттер, сендерге прикол ұстау үшін мен мында шақырған жоқпын ғой. Бір қуанышыммен бөлісейін деп шақырып отырмын осында. Досым, енді қуанышыңмен бөлісіп отыр қой, ол сен үшін қуаныш болып тұр ғой. Біздер енді ертерек үйленіп кеттік, енді кішкене өкініш өзегі мәжелімізді құттай өртеп Тоқташ. 2007 дейсің бе? Прикинь, мен удостоверениемен құрдас қой. 2007-те алдым удостоверение. Досым, ертең оны ойнатуға қажет, аттракцион бір жерге апарып ойнататын шығарсың енді. Айтпақшы, 2007-лер нешеде олар? Нешеде, 12-де ма? 18-де ма? Кетші. 18-де ма? Кәдімгі өсіп қалған екен ғой, Сендер ғой қартайып кеткен. Действительно қартайып кеткен Сен қартайып кеткен. әсіресе сен. Азеке, қартайған ештеңеміз жоқ. Көңіл жас қой, көңіл жас. Қанша? 18-де дедің ба? Иә. Құда мен құдағай қай жылғы? Құда жоқ, құдағай 88. 88? Иә. Дат етшім. 88 дейтін шексіздіктің белгісі емес па? Еще 1-8 емес қой, 88 ғой. 2 рет қатарынан шексіздік көрдің ба? Енеңді алып алып, күй бала қылып алайын ба досым? Сені Двойной той жасап жібереміз ба? Сықит жіберейін ба? Досым, ештеңе уайымдама. Құдағайдың келетіні, кетуі, жатуы, тұруы, жүруі бәрі менің проблемам бүгіннен бастап. Құданың жоқтығын білдіртпейміз, досым. Еш уайымдама болды. Құда жоқ дегенде құда бар, просто түрмеде жатыр. Досым, тем более құданың жататын жері шешіліп бір кетті. Құдағайдың жататын жеріне өзім ойналмаймын ба, досым? Ол ауыр нәрсе ойнамайшы. Жігіттер, әңгіме былай. Тойда істейтін шаруаларды бөлісіп алайық. Күйеу жолдас кім болады, досым? Жігіт жолдас, қыз жолдас деген болмайды. Ашық аспан астында современный европейский той болады. Таза. Иә, сендерден керек көмек мынадай болып тұр. Қара костюммен, смокингпен, то есть. Қыздар ана жақта ақ көйлекпен, тойдың басында сендер вальс билеп ашасыңдар. Ого, тема ғой. Тема ғой, не қиындығы бар? Кім қыздар? Сол ғой. Құрбылары да әйелімнің. Жоқ, билеген қате болатын шығар енді. Біз семьялымыз, басқа бір бөтен қыздармен бүйтіп вальс билеп жүрсе қалай болады, ол дұрыс емес қой. Бір дым жоқ, досым. Бір дым жоқ. Бәрі досым үшін. Енді, білмеймін, мен лично билей алмайтын сияқты. Міне шайларыңыз. Кезінде биге қатысқан бұл жерде пайдаға сеніп тұр, дос, көрдің бе? Тамаққа тапсырыс бересіздер ма? Кипеток алып қоямын. Досым. Бір өз андап жатыр ғой. Маған біріншісі.
жаңа кім айтты звондаған кезде громкоговорительмен сөйлесеміз деп кім айтты Өзі? бәрекелді өзі сұрап алған екен ал қойыңыз көрейік сәбидің дауысын естейік. Да, Ботақан. Светжан, қайдасың? Алло, чё молчишь? Түйелермен отырмын деші. Қайдасың деймін? Я достарыммен отырмын, кешегі шаруаны ақылдасып. Ясно, кофейняда ма? Сендер қайдасыңдар? Мен де қыздармен сол кофейняда. Да? Мен де сондамын ғой. Сондасың ба деп звондап тұрмын ғой. Бірінші вебкаға келе қойыңдар, мен сендер күтіп аламын. Хорошо. Келе тұр уже, қазір тойда ақылдасып алайық. Серьезно айтыпсың ғой досым? Я да, Сағыз бар ма жігіттер, сағыз бар ма? Сағыз қойды шампунь бар ма ема бас шуылу. кипяток керек емес па? Кипяток тұра тұр, апитоктер келатыр. Так, жазып алшы. Так, не? Пицца бар ғой сіздер, иә? Иә, бар. Пицца, так, суши. Так, сосын 4 сезон дейтін бар ма? Иә. Соны 3 сезонын алып келші, 1 сезон көрдім мен. Давай, я 4 сезон әкеле бер. Сосын не? Цезарь салат. Лимонад бар ма? Бар. Лимонад. Сосын білмеймін, фри ма, бірден өзім ары қарай өзіңіз қарайсыз. Тек кипяток болмасын шығармас болды қалған бәрін. Қудыртылған ғой, қудыртылған. Не бар ма? Кальян аламыз ба, кальян? Кальян алдық дейміз. Кальян керек емес. Все-таки 2007-лер ғой. Может, одноразка? Қойыңдар ей, ұят болады. Осындар ма? Все, онда шампунь бере қойыңыз. Шампунь жоқ. Болды онда. Дайындай беріңіз. Жақсы. Все, давай. Жігіттер, қазір қыздар келгенде жабайланбай, пожалуйста. Ондай жоқ қой, ондай жоқ. Ерсіленбей, орысша сөйлеп аяқ астынан ну деп сен әсіресе. Нормально отырыңдаршы, достар, дұрыс адамдар деп қабылдап кетсін. Бізде оққан-тоққан азаматтарымыз ғой. Конечно. Қыздар, қош келдіңіздер. Төрлетіңіз. Құрметті әріптестер, биыл еліміз үшін өте маңызды жыл болды. Қаламыздың жастарына жұмыс болсын деп, жұмыс орындарын ашып, кеңейтіп жатырық мына шаруамызды. Биыл бюджетімізге 2 миллиард ақша түсті. Құрметті әріптестер, өте үлкен жетістік. 100 баспанасы жүрген отбасына үй сыйлап жатырық. Осының бәрі өзіміздің халқымыздың, осы өзіміздің еліміздің жүрген азаматтарға болсын дейтін ниет. Артық ешқандай ниет жоқ. Ну, я думаю, это хорошие цифры. Это очень хорошие цифры. На следующий год мы прорвемся. Мы поднимем статистику. Конечно. Уважаемые коллеги, давайте жить дружно, а? Все-таки сегодня праздник же. Ну, завтра же будем обсуждать на брифинге. С утра, завтрак. Завтра? Куда доставить, куда поставить. Ну, девочки же. Да. Гости, қонақ жей. Брифинг. Вот все. Қош келдіңіздер, құрметті қыздар. Ал енді бүгін мынау бір жақсылық болсын, қуаныш болғаннан кейін арамыздағы ең бірінші бойдақты үйлендірейін деп жатырмыз. Сол үшін жиналып отырмыз. Әйтпесе уақыт жоқ. 12 минут уақытымыз бар екен. Сол бірден ақылдасып досымыз үшін. Осы досымызды үйлендірейін деп таныстырам дей ма, біреулермен табыстырам дей ма. Кеп қалып отырмыз. Дұрыс айтасың досым. Өте дұрыс айтасың. Бәке, әйеліңіз отыр. Мен беретін нәрсе емес. Айырылысып кеткенбіз біздер. Екі баласы бар, жағдайын жасап, дым уайымсыз өмір сүріп жатыр. Маған қайта қосаяқ деп звондайды. Мен уже суып кеткенмін. Естисің уже, да? Былай қарап отырсаң. Қолдарым жаман ауырып отыр бар ғой. Қойшы, не болды? Арқаларым бәрі. Кеше 1000 ба, 2000 ба жемане жасағам ғой. Сол врачқа бардым, врач айтады, сіздікі не дейді вообще? Конечно, дос. Тестостерон көбейіп кеткен ғой менде. Спорт тастайтын шығармын, походу ше. Маған банктен звондап отыр. Қойшы, не болды? Кредит анау мынау? Жоқ, кредит емес. Маған айтады, сіздің ақшаларыңыз жиналып қалды. Жартысын алып кетесіз бе бір бөлігін. Орын болмай жатыр дейді. Кешірім сұрайым. 007 Гелендваген сіздердікі ма? Ойбай, 007 деп тұр ма? Иә. Қара ма? Қара. Новый. Новый. Менікі ғой? Врачтар, аға сізге бірдеңе беріп жібердік деп жатыр, типа, суши пицца деген жақсы жүрді, еліктер білесің. Қарап кетейін. В общем, рұқсат болса мен достарыммен таныстырып жіберейін, қыздар. Бұл Азамат, ауыл партиясының мүшесі, әйеліне де жұмысына да адал жігіт. Азамат үйленген. Рахмет. Бұл Самат. Самат деген мен. 91 жылғы үйленбеген бойдақ. Үйленген қыздар. Және Тағы да кешірім сұрайым. 002 Порш кімдікі? Менікі қазір 5 минуттан кейін алам. Аха, жақсы. не қылып тұрдың? Жастарға тілек айтайын деп. Досым бақытты болыңдар. Жастар бақытты болсын. Отыршы. Бұл Марс үйленген.
болмағасын ажырасып кеткен деп еді. Қазір в активном поиске. В общем, Ғазиз, Марс, Айтжан, үшеу деп жалпы барлығы үйленген. Бәріміз үйлендіріп жүрміз бе? Хотя бір екеуін алып қоймадым ба досым? Енді рұқсат болса, болашақ жарыммен таныстырып жіберейін. Келін деп айтасыңдар ма, жеңге деп қалай болады білмеймін енді. Болашақ сүйікті жарым Мадина танысып қойыңыздар. Мадина қыздармен таныстырып жібер балдарды. Так, таныстырып өтейін. Айдана, Айжан, Тамирис. Бастары бос емес жігіттері бар. Қалай? Соқы жауап айтып Жігіттері бар бәрінің. Жігіттері бар бәрінің дейді. Бәрінің ба? Кстати, Жан вальс отмена семинарындар болғаннан кейін біртүрлі сияқты. Үйге барып қатындарымызбен билейтін сияқтымыз бәлісті. Жан, біз қайта берейік. Бізге кешке девичник қой. Вечером заберешь? Конечно, дорогая. Кстати, можешь попросить у друзей, у которых есть машина, чтобы подругу забрали тоже? Проси все, что хочешь. Мы 24/7 готовы. Қыздар, қайда асып бара жатсыздар? Соны айтамын. Тапсырыс беріңіздер. Осылай, танысайық. Уайымдамаңдар, счетты мен өзім төлеймін. Зәке, уайымдама. Счетты өзім төлеймін. Қыздар, вообще уайымдамасаңдар. Мәке, Сәке, үйтіп құтырманы, өзім төлеп тастайын счетты. Жоқ, жігіттер, давайте бүйтіп жиналып, сображ жасап төлей берейік та оны. Какой собраз, жігіттер? Как обычно мен өзім төлей берейін. Давай, сен төле. Жан, біз қайта берейік. Асық бара жатырмыз. Рахмет, жігіттер. Сау болыңыздар. Ладно, жігіттер, давайте. Біз қайыққа. Қыздар шығарып салмайын ба? Отыршы. Өзім шығарып саламын. О, басталды ғой, звоноктар. Қайсыныкі, басталды ғой. Ей, қарасыш телефонға, қарасыш. Көрейік ал. Ал, давай. Жігіттер, қараңдар. Әйелдермен былай сөйлесу. Қалай? Уақыт жоғалтпашы. Да, айта бер. Қайда жүрсің оңбаған? Тез кел үйге. Короче, ровно 1 сағаттан кейін үйде болатын болып түсіндің ба? Мысық. Мұртымды қийтсем бе, үйге ұйықтамай қаласың. Жоқ, жігіттесіне түсінген жоқсыңдар ғой. Мен әйеліме вообще ұрыспаймын ғой. Оған уайымдауға болмайды. Оған ренжуге болмайды. Ауыр жүр қыз деген. Мен тек өзім бабын беріп жүрмін, бабын тауып тек. Хотя бы телефон Мәди. О, счетыңыз. Өзім төлейін. Бағана просто Жігіттер жігіттер. бағана демеші, сен ғой бәрін өзім төлейін деп соңында. Все, нормально. Әкеңіз, қайда телефон қайда? Телмеші? Әкеш, мына қара. Не болды? Мына телефонда авиарежим қойып қойған ғой. Қалай жетші? Татырынан авиарежимді ал. Давай, енді, Николай. Мына келді сообщение қара. Қайсы? Жүрегім актив, жүрегім Билайн, Енешка актив, Енешка Теле2, Аташка Билайн, Аташка актив. РУВД, Морг, Риксис актив. Рекс актив дейді. Ақтөс Билайн дейді. Міне. Жүрегімнің жартысы дейді. Сообщение келіп тұр WhatsApp-тан. Аш, берген. Жоқ, ашпаймын. Аш деймін. Ашсыншы. Давай, честно болсын да. Қосайық. Сен а? Не телефон көрсетпесің? Дәтеш хотя бы кетіп бара жатырмын деп мына түкірік шашылып жатыр. Ал. Өшірші, деме. Өшірші. Ойбай-ай. Повезло так, не повезло, да? Сол. Жоқ, бәрекелде. Не өкіп кетті бүгін бәрі? Бәрі бірге өткен жоқ па? Бірінен бірге өтіп отырсыз? Громкие қой, бол. Проблем жоқ. Ау, жаным. Алло, жаным, не помешала? Что делаешь, қайдасың? Так, мен ресторандамын. Балдармен, ақпарат айтып еді ғой. Анау той жөнінде ақылдасуға сол отқанмын. Өздерің бетек? Жоқ, өзіміз дегенде, өзіміз, бірақ бағана қыздармен оттық. Жаңа құрбылары ғой ақпараттың болашақ жарының. Аха. Прекен сол қыздармен вальс билейін деп жатқанбыз негізі. Да? Серьезно? Бірақ атмен қылып жіберді. Неге? Күштеді ғой наоборот. Да? Сен қызғанбайсың ба не? Неге қызғанам? Мен саған сенемін ғой, жаным. Рахмет. Жоқ, бірақ жаным атмен қылып сатып билемейтін болдық. Ну ладно. Бүгін келесің бе үйге? Так, мен бүгін үйге жай барам. Өйткені жаңа қыздарды үйлеріне жеткізіп тастау керек. Сөйтіп барғанша жай болатын шығар, сен мені күтпей ұйықтай берсеңші. Окей, алаңдама. Аха, болды. Пока, седім. Жоқ, досым, бұндай әйелдер бар ма не әлі өмірде? Әрине, жігіттер бар ғой. Әйелмен просто дос болу керек болды. Жесткий екен бар ғой, риза болып қойдым саған. Жігіттер, так тұра берейік онда. Давай, шетеге, шай кете, давай. Давай. Отырыңыз. Неге? Счетыңызды төлеңіз. Сен ғой жаңа айтқан. Асықпай тамағыңызды ішіп, соны төлеп шығып кетесіз ғой. Бөлісіп төлеспеймін. Бөліспеймін.
Марс. Смотрите направо. Смотрите налево. Улыбнитесь.